Хаммеге сәлем, сіздермен G Project, әмде мен Камал. Бүгінгі жаңалығымызға өтсек, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік тілдері атласы шықты. Онда қарақалпақ тілінде сөйлеушілер саны 100 мыңнан 1 миллионға шейін аралығын құрап, потенциал жоқ болып кету қаупі астында тұрған тілдер қатарынан орын алды. Және бір мәрте қайталап өтсем, ЮНЕСКО қарақалпақ тілінің жоқ болып кетуі мүмкін деп хабар беріп атыр. Әмде айтып өтсем, ЮНЕСКО бұл Бірлескен Милләттер шөлкемінің тәлім, пән һәм мәдениет мәселелері бойынша елестірілген шөлкемі болып есептелінеді. Осы хабар туралы өзімнің пікірімді айтып өтсем, тілімізді сақтап қалу өз қолымызда. Оның үшін бірақ көп гәпті қойып растанып әрекет етуіміз керек. Қарақалпақ сила деп комментарийға жазғанмен тіліміз құтқарылып қалынбайды. Мысалы, келіспей қалған видеоларға қарақалпақ сила, Қарақалпақстан, қарақалпақлар, жаңағы гимн, герб қойған ешқандай пайда жоқ. Одан гөрі сапалы һәмде нағыз қарақалпақ тіліндегі контентті қолдап қуаттылаң. Біздерге Инстаграмда қосылың, Goji подкаст, Goji Project. Сіздер ютубта көріп тұрың, Goji подкаст деп жазсаңыз шығады. Әмде Карлинг World жобасы бар, қарақалпақ тілін рауажландыру бойынша жоба. Барыңыз үшін рахмет.